Сәлем достар, сіздермен Алтынай. Бүгін ерекше дәмді әрі тойымды оливье салатын жасайтын боламыз. Бұл салатты білмейтін адам жоқ шығар. Барлық қоспалардың мөлшерін өз қалауыңыз бойынша азайтып немесе көбейтсеңіз болады. Алдымен картопты турап алдым. Барлық қоспаларды көбіктеп тураймыз. Картопты, сәбізді, жұмыртқаны. Осыдан кейін колбасамызды және тұзды қиярымызды да көбіктеп турайтын боламыз. Колбасаның орнына қайнатылған піскен етті қолдансаңыздар болады. Және горохымызды қосып, кішкене тұз сеуіп, майонезімізді салып араластырамыз. Осымен салатымыз дайын. Өздеріңіз осылай тәрелкеге жай салсаңыздар да болады. Немесе осындай кольцо арқылы жинақтасаңыздар болады. Бұлай да өте әдемі көрінеді. Достар, видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер салынып отырады. Қолдауларыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.